АКШ президенті Дональд Трамп аттавыны жылдар бойы Американы тонады деп айыптап, 2027 жылдан бастап канадалық көліктерге салынатын баж салығын 2 есе өсіретінін мәлімдеді. Трамп келесі жылдың қаңтарынан бастап Канададан келетін автокөлік, бөлшектер мен болатқа салынатын баж салығы 50%-ға жететінін жазды. Қазір АКШта шетелдік бөлшегі бар көліктерге 25%-ық баж салығы қолданылады. Жұма күні екі ел арасындағы сауда текетіресі одан әрі ушықты. Бұған 50%-ық тарифті болдырмау бойынша өткен келіссөздердің тығырыққа тірелуі себеп. Тараптар соңғы сәтте шарттарды өзгертпек болған. Премьер-министр Марк Карнидің айтуынша, Канада тиімсіз келісімнен бас тартуға мәжбүр болған. Сенбіде енгізілген шектеулер Канаданың 20 миллиард долларлық экспортына кері әсер етті. Карни аттавының да өз бизнесін қорғау үшін дәл сондай жауап қайтаратынын айтты. Билікке келгелі Трамп Канадаға экономикалық қысымды күшейтіп келеді. Ол тіпті оны АКШтың 51-ші штаты етуді ұсынған болатын.